Балалар, бүгін біз көп таңбалы сандарды ауызша есептеу тәсілдерімен танысатын боламыз. Соның ішінде жәнегі ауызша көбейту мен бөлуге тоқталамыз. Мысалы, 1343 санын қалай екіге көбейтеміз? Ол үшін мен 1343 санын разрядтық қосылғыштар түрінде жіктеп алам. 1300 мың қосу 300 қосу 40 қосу 3. Осыны екіге көбейтеміз. Енді қалай көбейтемін? Жақшаның ішіндегі әрбір санды екіге көбейтіп шығам. 1000 көбейту 2 қосу 300 көбейту 2 қосу 40 көбейту 2 қосу 3 көбейту 2. Міне, жақшаның ішіндегі барлық сандарды мен екіге көбейтіп шықтым. Енді бізде амалдардың орындалу ретіне қарайтын болсақ, қосу мен көбейту амалдары бар бізде. Осы жерде қосу мен көбейту амалдары қатар келген кезде бірінші көбейту амалы орындалады. Көбейту амалының қай көбейту амалы бірінші тұр, содан бастап орындаймыз. 1000-ды 2-ге көбейтсек, 2000 болады. Үстіне қарындашпен жазып қойсаңдар болады. 300-ді 2-ге көбейтсек, 3 пен 2-ні көбейтемін. 6, 2 нөлді тіркеп жазып, осылай жеңіл көбейтуге де болады. 40-ды 2-ге көбейту үшін 4-ді 2-ге көбейтеміз. 8, жанына нөлді жазамыз. 3 пен 2-ні көбейтсем, 6 болады. Енді балалар, ары қарай мен осы жәнегі көбейткіштерді мәнін жазамын. 1000 мен 2-нің көбейтіндісі 2000 болды. Оған қосамын 300 бен 2-нің көбейтіндісі 600-ді. Оған қосамын 40 бен 2-нің көбейтіндісі 80. Оған қосам 3 бен 2-нің көбейтіндісі 6 тең. 2000-ға 600-ді қоссам 2600, 2600-ге 80-ді қоссам 2680. Оған 6-ны қосамын 2686. Балалар, бізде 1343 санын 2-ге көбейткенде 2686 шығады екен. Осы алгоритмді сақтай отырып, біз бүгінгі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Енді тағы да бір мысалды мен қазір бөлуге көрсетемін, мұқият боламыз. Мысалы, 2468 бөлу 2. Тура жәнегі көбейтудегі сияқты 2468 деген санды балалар разрядтық қосылғыштар түрінде жазып аламын. 2000 қосу 400 қосу 60 қосу 8 бөлу 2. Енді балалар, осы жақшаның ішіндегі әрбір қосылғышты жеке-жеке 2 санына бөлемін. Бірінші менде 2000 деген сан берілген. 2000 бөлу 2 қосу, келесі менде 400. 400 бөлу 2 қосу. Келесі 60 деген сан тұр, 60 бөлу 2 қосу, келесі менде 8 саны. 8 бөлу 2 тең. Енді балалар, тура жәнегі көбейтудегі сияқты бізде мұнда бөлу мен қосу амалы қатар келіп тұрғандықтан, біз бірінші бөлу амалын орындаймыз. Бірінші тұрған бөлу амалын бірінші, екінші тұрған бөлу амалын екінші, үшінші тұрған бөлу амалын үшінші, төртінші тұрған бөлу амалын төртінші орындаймыз. Бірінші 2000-ды 2-ге бөлу үшін балалар 2-ні 2-ге бөлемін, 1 болады. 1-дің өзін жазамын да, мына жердегі 2000-ның 3 нөлін тіркеп жазып қоямын. Келесі қосу, 400-ді 2-ге бөлу үшін 4-ті 2-ге бөлеміз. 4-ті 2-ге бөлсек 2. Жанына 2 нөлді тіркейміз. Келесі 60 бөлу 2. 6-ны 2-ге бөлеміз. 3, 60-тың 1 нөлін тіркейміз. 30 болады.
қосу 8-ді 2-ге бөлсек 4 болады. 1000-ға 200-ді қосамыз 1200, 1200-ге 30-ды қосам 1230, 1234 болады екен. Балалар, 1234. 2468 санын 2-ге бөлген кезде 1234 шығады екен. Балалар, сендерге осы алгоритм түсінікті болса, қазіргі орындайтын тапсырмаларыңды тура осылай орындаймыз. Ең бірінші, разрядтық қосылғыштарға жіктеп аламыз. Одан кейін разрядтық қосылғыштарға жіктегеннен кейін жеке-жеке көбейтіп, жеке-жеке бөлу керек болса бөліп алып, одан кейін шыққан мәндерін бір-біріне қосып, мәнін шығарады екенбіз. Жақсы.